қонақтар, алғыс айтып парызымыз атты дөңгелек үстелге қош келдіңіздер. Уважаемые гости, мы приветствуем вас на замечательном празднике, от чистого сердца благодарны вам. От всей души желаем в этот особенный день много радости, веселья и приятных сюрпризов. Пусть этот день остается для всех самым любимым праздником. Бүгінгі мерекеміздің қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақын, этнограф, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Алматы облысының құрметті азаматы, Панфилов ауданының құрметті азаматы Жақыбаев Атепхан Төреханұлы. Панфилов ауданының құрметті азаматы, Көктал ауылының ардагерлер кеңесінің төрағасы Солтанқұлов Сайлау Тұрлығазыұлы. Көктал ауылының ұйғыр орталығының төрағасы Якупов Рахымжан Юсупович. Ақжазық ауылының ақсақалдар кеңесінің төрағасы Кәдімбаев Дәулет аға. Ақжазық ауылының тұрғыны Қарабалаев Ибрагим аға. Және де өзіміздің ауылымыздың аналар кеңесінің төрайымы Байбекова Айтуы Рахымжан. Сонымен қатар өзіміздің Көктал округіміздің Көктал ауылының әкімі Нұрелов Бақыт Байкенұлы және де әкім орынбасары Қадырбаев Батырбек Үстенбайұлы. Енді сонымен қатар Славян орталығының мүшесі Столярова Лариса Николаевна келіп береді. Ол кісі айтулы жаңа себептермен келмей қалды. Сонымен қатар Майя Кадыровна шақырылған еді. Ол кісі де келе алмай қалыпты. Жаңағы айтқан қаңтар оқиғасының біраз азаматтары еріктілер қатарында болғандар. Оларда енді өздері себептері болу керек. Бүгінгі осы дөңгелек қонақтардың бірі еді ол кісілер. Сонымен қатар өзіміздің спорт жағынан жұмысы округтың бұқаралық спорт жөніндегі нұсқаушыларына жігіттеріміз қатысып отыр. Және де мынау әкімдігіміздің өзіміздің жетекші мен маман қыздарымыз қатысып отыр. Ал ондай болса дөңгелек үстелімізді бастайық. Қош келдіңіздер. 1 наурыз тұңғыш президенттің бастамасымен алғыс айту күні болып бекітілді. Жалпы қазақ халқы алғысқа өзінің байырғы мән-мағынасынан терең ой беріп, бойына сіңірген анық. Оның себебі көп. Біріншіден, ислам діні